Ассалаумағалейкум достар, менің мемлекеттілер каналыма қош келдіңіздер. Осындай әдемі творожный пирог келсе, менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен 300 грамм ұнымызды өлшеп аламыз, үстіне 70 грамм секер саламыз. Тәтті болған қаласаңыздар, одан да көптеу грамм секер салуға болады. Сосын 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Содан кейін бөлме температурасында 180 грамм сары майымыз салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Окрошка дайындап аламыз. Міне окрошкамыз дайын болды. Міне қараңыздар. Өте тамаша шықты. Енді ішіндегі салмасына кірісеміз. Ол үшін ішіне творог, яғни ірімшік, 300 грамм ірімшік аламыз. Үстіне 70 грамм секеріміз саламыз. Салмаста тәтті болған қаласаңыздар, секердің граммын көбейтуге болады. Одан кейін 3 дана жұмыртқамыз салып, жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Жалпы бұл жерде менде блендер болмағандықтан қолымда бар, мен өзімізге шайға ішуге жасай салдым. Міне жақсылап қараңыздар. Жұмыртқамыз салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай түйіршік болмау керек негізінде. Сондықтан блендерлеп алғанымыз өте жөн болады. Тавамыздың астына окрошкамызды саламыз. Бортик жасаймыз. Жақсылап окрошканы екіге бөліп алып қаламыз. Бетіне себуге де керек болады. Міне қарап жүрсеңіздер, тавамызға осылай бортик жасап аламыз. Содан кейін барып творогымыз, яғни салмамызды құямыз. Жақсылап құйып, біркелкі болғанша бетін тегістейміз. Содан кейін барып үстіне қалған окрошкамызды сеуіп шығамыз. Міне қараңыздар. Осы уақытта біздің пешіміз қызып тұрған жөн. Жалпы бұл 180 градуста 45 минут пісу керек, бірақ менің пешімде 200 градуста 50 минуттай піскен болатын. Әркімнің пеші әртүрлі піседі, сондықтан пештеріңізге мұқият болыңыздар. Осындай өте керемет творожный пирогымыз дайын болды. Мен сіздерге кесіп көрсетейін. Қасықпен алғанда да жұмсақ және де тез дайындалатын пирогтардың қатарына жатқызамын. Міне қарасаңыздар, қасықпен оңай алынып тұр, өте жұмсақ болды. Сонымен қатар менің мемлекеттілер каналыма пікір қалдырып, лайк басып, қоңыраушаны басып, каналымның өрбуіне қолдау білдіріп кетіңіздер достар.